Сәлем баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Pinduoduo сайты бойынша көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Google Қытай маркетплейсіне тыйым салғаннан бері приложение бізде қайта-қайта жоғалып, өшіп кетіп жатыр. Алдыңғы сабақтарда қайтадан жүктеп алудың бірнеше сілтемесін қалдырған болатынмын. Алайда көптеген қолданушыларда қайтадан өшіп қалып жатыр. Енді не істейміз? Ол үшін Google-ға кіреміз, профилдің үстінен басып, управление аккаунтым кіретін боламыз. Осы жерде защитаны тауып аламыз, кіреміз, Play защитаны ашамыз. Қарасаңыздар, удалить, включить деп тұр. Біз приложениені қайтадан іске қосамыз, включить. Енді шығып қайтадан тексеретін болсақ, бізде Pinduoduo қосымшасы қайтадан пайда болуы қажет. Яғни қайтадан іске қосылады. Міне пайда болды менде. Енді бұл платформа қайта-қайта өшіп кетпес үшін настройкаға кіреміз. Сканированияны өшіріп тастаймыз. Өшірдік, енді бұрынғыша жұмыс істеуге болады.